She likes gossip. She likes gossip. She likes gossip. She likes gossip. Сәлем құрметті достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Міне бүгін таза ауада, табиғат аясында, керемет біздің президент саябағында сіздерге жақсы бір тақырыпты қозғамақпын. Достар, дәл қазір бізде қыс мезгілі. Ауа райы сондай таза, тамаша. Тереңнен тыныстап, ойымызды тазалап, өзіміздің өмірімізге жақсы мақсат жоспарлар қойып, жаңа жылды жақсы бір ниетпен қарсы алу керек деп ойлаймын. Ал сіз жаңа жылға қалай дайындық үстіндесіз? Не жоспарлап жатырсыз? 2019 жылдан қандай жақсылық күтесіз? Оның барлығы тікелей сіздің ойыңызға және өзіңіздің ниетіңізге байланысты. Ал олай болса, мен сіздерге жаман ойға жол берме деген тақырыпты дәл қазір сіздерге кеңінен ашып тарқатып беремін. Себебі сіздің ниетіңіз, ойыңыз ертеңгі күніңіздің жақсы болуына, болашағыңыздың жарқын етіп өтуіне көмегін тигізетін болады. Сондықтан мен бүгін беретін сіздерге кеңес өте қатты сізге қажеті болады және пайдаңызға жарайды деп сенемін. Жаман ойға жол берме деп неге айтып тұрмын? Себебі жаман ой, жаман сөз жамандық шақырады. Ал жақсы сөз жарым ырысы дейміз. Жақсылықтың нышаны болған берекелі ойды ойлай білсеңіз, ертеңгі күніңізде дәл сол сіздің ойыңызға байланысты сапалы әрі жақсылыққа толы болып өтетіні сөзсіз. Мен сізге айтқым келіп тұрған өзімнің бір кішкентай құпиям бар, ол ойларды ұштастырып отырып, жақсылықты өзіңізге тарту. Қалай жақсылықты тартуға болады? Және жақсы ой арқылы ертеңгі күні сіздің жоспарларыңыздың 100% орындалып кетуіне қандай айла тәсіл қолдану керек? Осы туралы айтып беремін. Бірінші, жаман ой ойлаған адамның ісі жүзеге аспайды. Ол адам үнемі бір кез келген жерден тырнақ астынан кір іздейтін адамдар бар деп айтамыз ғой. Дәл солай болмашы бір оқиғаларға, болмашы бір нәрселерге ренжіп жүріп, кішкентай өкпе реніштің өзін ұлғайтып алып, жаман ойдан алыстай алмай жүрсе, онда ол адамның тікелей жұмысы өрге баспайтын болады. Бұл мен шығарып тұрған заң емес, ол табиғаттың, өмірдің сондай заңдылығы. Жаман ой ойлап жүрген адам жақсылықты ойлай алмайды, өзінің жұмысының сапасын ойлай алмайды. Болмаса, осындай бір табиғаттың, өмірдің берген тәтті сыйларын күштілеп қабылдай алмайды. Үнемі ренішпен жүреді, біреу оған не айтады, айналасындағы адамдар қандай жамандық айтып жатыр, соның барлығынан назар салып жүріп, өзінің өмірі қай бағытта өтіп жатқанын ұмытып кететін болады. Олай болса, сізге бірінші кеңес. Жаман ойдан аулақ болыңыз. Яғни, сіз туралы біреу өсектеп жатса да, сіз біреумен әңгіме дүкен құрып отқан сәтте әртүрлі жаман негативті ойлар айтылып жатса да, ондай ортадан алыс болған жөн. Өсек аяң айтылатын жер көп. Сіз туралы талқылауы мүмкін, немесе қазір былайша айтқанда көп адам танымалдылыққа ұмтылады. Ал танымал адамның өмірі ол үнемі талқыға түсіп жүретін, өзіндік бір дүрбелеңі көп, бір жаман ойдың, негативтің ортасына түсіп кететіндігі жасырын емес. Барлығымыз танымалдылыққа ұмтыламыз. Бәрімізде бір өзіміздің деңгейімізде, өзіміздің ісімізде жоғары бір сатыға көтеріліп, жақсы жетістік көрсетуді көздеп жүрміз. Ал жақсы жетістік көрсеткен адам міндетті түрде талқыланады. Сіз ойлаңызшы, жұмыс барысын қатты, қарқынды жұмыс істейтін адам, үнемі өзінің жұмысын 100%-ға орындайтын адамды сырттан талқылайтын және сырттан оған сын айтатын адам көп. Себебі біткен іске сыншы көп дейміз, ал жұмыс жасап жүрген адамды талқыламаса, тыныш жүрген бір адамды өздігінен адам өсектемейді ғой. Тыныш жүрген адам ол керісінше басқа біреулерді өсектеумен, соның жамандығын терумен, жаман бір ойлармен арпалысып жүреді. Ал үнемі тіршілікте жүрген адам еңбегін жасап, өзінің жоспарын орындап, арманын ақиқатқа айналдырғысы келетін тұлға болуды көздеп жүрсе, онда ол міндетті түрде өзінің ғана ойын және өзінің өмірін басты нысанаға қояды. Жаман адам деп айтпаймын, бірақ жұмысы жоқ бос адам деп айтқаным дұрыс шығар. Жұмысы жоқ бос адам басқа біреудің өміріне қызығып, соны талқылап, соның жаңағы Instagram парақшасының астына кез келген жаман пікірлерді теріп жазып, әртүрлі
жамандықпен айналысып отыра беретін, өзінің уақытын босқа кетіп жатқан, тіпті елемейтін адамдар қатары қазір көп. Өзі түк бітірмейді, бірақ бітіріп жатқандарды сырттан мінеп сынап отырады. Ал бізде айтады ғой енді қазақта, тірісінде адамның өсектен аманы жоқ, өлісінде жаманы жоқ деп. Дәл осы бір айтылған сөздің астында бір мән бар. Расында тірі адам ол өсек аяңға ілінбей жүрмейді. Қыз бала болсын, жігіт адам болсын, ер азамат барлығының жұмысы, отбасы, жеке өмірі талқыланып жататыны рас. Ал енді өлген адамдарды, мысалы өмірден өтіп кеткен адамдарды біз жаман деуге қимай, оның жақсылығын еске алып жататын кездеріміз болып тұрады. Сондықтан ұмытпаңыз, өсек аяң айтылып жатса, сіз туралы жаман әңгіме гулеп жүрсе, онда сіз қуана беріңіз. Сіз талқыланып, бір адамның ойында жүрсеңіз, оның өзі сізге бір кішкентай көлемде жетістік. Себебі сіз жұмыс атқарып жатсыз. Белгілі бір деңгейде сізді сынап мінейтіндей қызметіңіз бар, сапалы ісіңіз бар. Сондықтан сіз оларға бір жұмыс істеп жатқаннан кейін, бізде бір өзінше бір қызық теория бар да, жалпы қазақ халқында шығар мүмкін. Жұмыс істеп жатқан адамның жұмысын талқылау, ол біреудің де жұмысы болып табылады да. Өзіңіз ойлап қараңыз. Кеше қаншама ер азаматтар болды, мысалы, жұмыс жасап жатқан, өзінің алға қойған мақсатын орындап жатқан. Ал бірақ үйінде отырғанда қандай бір жігіттер бар, мысалы үшін, өзінің жұмысының сапасыздығы есінде жоқ, бірақ басқаны сырттан сынап мінеуге құмар болып тұрады. Сондықтан мен сізге айтамын, құрметті достар, өсек аяң, жаман ой, оның барлығы сізге керісінше жаман емес, жағымды энергия болып келуі керек. Сіз қуанып қабылдайтын болсаңыз, қуанып өсек аяңға ілініп жүрсеңіз де, мейлі деп елемейтін болсаңыз, сіз өзіңіздің деңгейіңізде қала бересіз. Ал оған қатты ашуланып, беріліп кетіп, оны қоса талқылап, өзіңіз оған жауап беріп, уақытыңызды кетіретін болсаңыз, ол саналы адамның негізі ісі емес. Екіншіден, белгілі бір іс жасайын деп жатырсыз. Жұмыс атқаруды көздеп отырсыз делік. Бірақ оның нәтижесі болмай қалады. Ертең осы жерде ақшамды жоғалтам. Мені бір серіктесім лақтырып кетсе не болады? Біреу алдап кетсе не істеймін? Мына жұмысты қалай жүргізем деген сан сауалмен санаңызды толтыра бермеңіз. Менің айтқым келіп тұрғаны, болмайды деген жаман негативті ойды өзіңіздің санаңызға сіңіру арқылы сіз сол болайын деп тұрған істі болдырмай тастайсыз. Яғни, жақсы бір жұмыс сізге келе жатыр делік. Оны қабылдап алып, жақсылыққа айналдырып жіберу сіздің тікелей ойыңызға байланысты. Ал егер сіз оны келмей жатып, сол бір жұмысты, сол жобаны, үлкен жасайын деп жатқан небір проектлеріңізді, форумдарыңызды, әрбір жасайын деп отырған ісіңізді жаман бір болмай қалады деген негативпен қабылдайтын болсаңыз, ол расымен болмай қалады. Себебі сіз оны болмайтынын алдын ала кесіп айтып тұрсыз және болмайтындай етіп қабылдап тастағансыз. Болмайды деген қорқыныш, ол адам баласының болайын деп тұрған нәрсені жоққа шығарып жіберетін үлкен қателігі болып саналады. Бір ойшыл айтқан екен, басында арманы жоқ адамның үрей қорқыныштары орындалады деп. Ол рас. Егер басыңызда керемет жақсылық, керемет жақсы ой және арманыңыз болмаса, онда сіздің қорқып жүрген нәрселеріңіз өзімен орындала береді. Мысалы, мен өстіп қаламын ба сонда, менің жұмысым жүрмей қалама, ертең мен осылай оқуымды бітіре алмай қалам ба, осылай пасық болып, негативті оймен жүріп, білімге деген құштарлығымды аша алмай, осылай өмірден өтіп кетем ба деп қорқып жүрген адамдар бар ғой, іші бір толып тұрады да негативке. Міне сол адамдардың қорқынышы орындалып кетеді. Ертең дәл солай өмір бір темпте өте беретін болады. Сондықтан мен сізге айтарым, жақсылап осы бір екінші қағиданы ұстаныңыздаршы. Басыңызға жақсы ойды алып, жақсы арманның орындалатынына қатты сену керек. Ал болмай қалады деп тұрған өзіңіз сол бір кедергіні керісінше болдырып жіберетін өзіңіздің сана сезіміңізде күш бар екендігін ұмытпаңыз. Үшінші қағида. Жамандығы мен жақсылығы қатар жүретін өмірді сүріп жатырмыз. Еш уақытта сіздің өміріңізде тек қана жақсылық бола беруі ол әсте мүмкін емес. Ол мүмкін емес, ол бір ертегі сияқты көрінуі мүмкін. Ал сіздің өміріңізде кішкентай сәтсіздік кездессе, ол ертеңгі сәттіліктің бастамасы деп қабылдау тікелей сіздің ойыңызға байланысты. Мысалға делік, сіз бір жұмысты алдыңыз, оны жасайын деп жатсыз, қатты ниеттендіңіз сол жұмысты жасауға, сөйтіп бар күшіңізді салдыңыз, бірақ ол жұмыс болмай қалды.
бір сәтсіздіктерге ұшырады делік. Ал сол сәтсіздікті сіз сәттіліктің бастамасы деп қабылдай білсеңіз, яғни, ой, болмай қалған жақсы болды, демек бұл жерде бір кілтипан бар, бұл жерде бір дұрыс емес іс болған ғой, Құдайдың жоспары менікінен де мықты деп өзіңізді сендіре білсеңіз, онда ертеңгі сол бір сәтсіздік сізге қомақты қаражат, мықты тәжірибе, керекті бір дүниелерді немесе жақсы адамдармен таныстырып, ортаны қалыптастырып беруі әбден мүмкін. Сол үшін бір қызығы өмірде жамандық бар жерде міндетті түрде жақсылық шығады. Жақсылық бар жерде сынақтар тұруы әбден мүмкін. Ал оны көтере біліп, екеуін де теңдей қабылдап, екеуімен де күресіп жүріп, бірінші орынға жақсылықты қойып, ойыңызды жақсы жаққа қарай бұрып, сол бір істің орындалатынына қатты сеніп өмір сүру, ол сіздің қолыңыздағы нәрсе. Сондықтан сәтсіздіктерді көтере алмай, бір жығылдым екен деп, бір жеңілдім екен деп, өмірім бір дүрбеленге түсіп кетті, қара түнекте жүрмін деп қатты налый беруге болмайды. Мен айналамда қаншама адамдарды кездестіремін, кейбіреу сөйлескісі келеді, Инстаграмда жазып жатады, менің посттарымна түрлі пікір қалдырады, қызғаншақтық жайында, көре алмаушылық жайында, ішкі бір қиналыс, өзіндік стресс, депрессия жайында, қазіргі уақытта өмірінің қызықсыз болып кеткен сәттері жайында, тіпті болмаса үйіндегі ұрыс, керіс, жұмыстағы келіспеушілік, осының барлығын айтып отырған әрбір адам, сіз ойланып қараңызшы, ол адамды сол бір стресстен, қиындықтан шығарып алу ешкімге оңай болмайды. Және оны ешкім шығара алмайды. Ол адам өзі ниеттеніп, жақсылыққа қарай бет бұрып, өмірді қабылдап, осы күшті бір сәттерді керісінше бір әрбір минут секундтан ләззат алып өмір сүргісі келетін адамның ниеті дұрыс болатын болса, онда оның өмірі де жақсы бір бағытқа, арнаға түсетін болады. Біз көп ойланамыз, біз көп өзімізбен сырласамыз, ойымызды, сана сезімімізді жан жаққа жібереміз. Міне табиғат аясында қазір қыдырып жүріп те, мен серуендеп жүріп те біраз ойға шомып кеттім. Ой дегеніңіз ол тек жаман нәрсені, бір жамандықты ойлай беру деген сөз емес. Ол жақсылықтың болатынына сеніп, ертеңгі болашағыңызды жақсы бір керемет көңіл күймен елестетіп жүру. Табиғат ол жаратқаннан берген сый. Дәл осындай керемет міне өсіп тұрған шырша, ағаш, тіпті мына әппақ қар, бұның барлығы жаратылыс. Бұның барлығы бізге беріліп тұрған өмірдің бір элементтері. Ал сол бір дүниелерге қарау арқылы, осы бір сәттерге қарау арқылы біз тереңнен тыныстап, сол бір жақсылықты қаншалықты қабылдап жатырмыз. Құстардың сайрағаны мұнда, қардың жауып жатқаны, жауынның жауғаны, нөсердің сіркіреуі, найзағайдың ойнауы, әртүрлі тараптан келетін ауа райы, біз соның барлығына қаншалықты көңіл бөліп жатырмыз. Біз қарбалас өмірді сүре береміз, жамандыққа ойымызды бағыттай саламыз, сол бір кеңседе отырып жұмысымыздың жүрмегеніне қатты налып кетеміз, бойымыздағы жаман негативті шығарудың жолын басқа біреуге айтып, жылап отырып, сол стресске беріліп кетіп, бір болмай қалған тірліктермен айналысып кететін сәттеріміз болады. Енді адамбыз ғой, пенде болғаннан кейін әркім өзінің бойындағы қорқынышын, жаман ойын әртүрлі жеңеді, әртүрлі тарқатады. Біреу құрбысына айтып жылап отыруы мүмкін, жаман негативті ойларын, ішкі күйзелісін. Ал енді бірі табиғат аясында тілдесіп, осылай тыныш бір керемет ортада өзін сараптап, өзін зерттеумен айналысатын адамдар болады. Ал енді бірі күнделік жазады, өзінің сырын ақпаратқа ақтарады деген сияқты. Енді сіз қай адамға жататыныңызды білмеймін, бірақ та мен сізге айтатын едім, табиғат аясына шыққан уақытта сіз миыңызды тазалап, жаман ойдан аулақ болатындай, негативті ойлардың барлығын тастап кететіндей серуендеп қайтқан дұрыс болады. Жаңағы мен айтып кеткен өсек аяң, болмай қалады деп қорқу, сәтсіздіктерді көтере алмау, осының барлығын жеңудің бір жолы болса, ол осындай табиғат аясында таңертең ерте тұрып, қыдырып қайту. Сіздің тап-таза миыңыз кеңсеге келгеннен кейін жақсылықты қабылдай біледі, және жақсы сол жұмыстың жүріп кетуін өзіңіз сондай бір ниетпен келіп, жүріп кетуін тілеп отыратын боласыз. Ал миыңыз тазаланып тұрмаса, енді кез келген жерде қоқыс жинала берсе, ол не істейді? Ол міндетті түрде саситын болады. Қоқысқа толып кеткен бір қалалар болады ғой.
айтып жатамыз, әлем бойынша мынау ең лас қала, мынау ең лас мемлекет деп. Дәл сол сияқты сіздің ішіңізге қоқыс толып кете беретін болса, негативті жаман ойлармен сіз жақсылықты қабылдай алмайсыз, басқа адамға шынайы күлкі сыйлай алмайсыз, және сіздің өміріңіздегі болып жатқан жақсы сәттердің барлығын жіберіп өткізіп алып жатырсыз деген сөз. Адамға тазалық өте қатты керек. Кәсіпте жеңіске жету үшін, өмірде өрлеп, өзінің орнын табу үшін, ертеңгі күні жақсы бір тұлғаға айналып жарқырап жүру үшін адам жақсылықты қабылдап, ішкі әлемі тап-таза болуы керек. Ішкі әлем тазалыққа толы болып, бір адам туралы жаман ойламай, бір негативті пікірді өзіңізге өткізбей, жаман ойлап бара жатқан сәтте сіз ойыңызды басқа жаққа бұрып жіберіп, жұмысқа қарай бұрып жіберіп, миыңызды тек қана пайдалы материалдармен толтырып, пайдалы ақпаратты миыңызға беріп, санаңызды қоректендіріп отыратын болсаңыз, дұрыс нәрсемен, онда сізде уақыт болмайды. Біреуді жамандауға, жаман ойды ойлап кетуге, күңіренуге, өткенді ойлап, бір қатты өзегіңізді өртейтін өкініштеріңізге жылап отыруға сізде уақыт болмайды. Сол себепті айтатыным, миыңызға тынымдық бермеңіз. Миыңыздағы әрбір әрекеттің барлығы ол ертеңгі күні ақиқатқа айналып кетуі мүмкін. Сіз миыңызға өзіңіз тапсырма бермесеңіз, миыңыз сізге тапсырма тауып беретін болады. Мынаны ойла, саған былай істеп еді ғой, кезінде анау бүйтіп еді, мынау сөйтіп еді деп, өткен істің барлығын сізге миыңыз өзі ақ алдыңызға тізіп әкеп беретін болады. Өмірімде жақсылық болсын десеңіз, міндетті түрде тек қана жақсы нәрселерді қабылдап біліп, оны қорытып, ертеңгі күніңіздің, болашағыңыздың жақсы өтуіне кепілдік беретіндей өмір сүруіңіз керексіз. Ешкімді жамандамаңыз. Ешкім туралы жаман ой ойламаңыз. Және өзіңізді де жамандыққа бермеңіз. Қатты сынап, кінәлап, өзіңізді бір жерге тастап жіберіп, жаман бір ойыңыздың барлығы, сізден асқан осы әлемде жаман адам жоқ сияқты көретін адамдар бар өзін. Жақсылыққа қимайды да. Бір өзі туралы жақсы ойлайын десе, жоқ, мен осы уақытқа не тындырдым, бүйттім, сөйттім деп қатты өзіңізді қажытып, жеки берудің де қажеті жоқ. Себебі 2018 жыл аяқталып жатыр ғой. Сіз өзіңізге есеп беруіңіз мүмкін. Ал бұл жыл сізге мүмкін ешқандай бір мықты естеліктермен ойыңызда қалмайтын шығар. Өйткені жетістік жоқ та, бір жасаған бір ерекшелік жоқ деп қатты налитын боларсыз. Өйткені ол өзімнің де басымнан өтті да, осы бір 2 күнде есеп жүргіздім. 2018 жыл маған не сыйлады, не берді, мен өзім бұл жылда қандай жетістікке жеттім деп. Бұл жылда мен айтарлықтай керемет белесті бағындырдым деп айта алмаймын. 2018 жыл мен үшін таза тәжірибе жылы болды. Тәжірибе болды, және адамдармен қарым-қатынас жасап, ортамды кеңейту жылына арналыпты. Өзіме берген есебімнің қорытындысы осылай шығып тұр. Ал сізде мүмкін ешқандай бір керемет айтарлықтай жетістігіңіз болмаса да, өзіңіз ол жылды бір естеліктермен ұштастырып, маған 2018 жыл осындай бір сәттерді сыйлаған екен ғой деп, жақсылыққа қарай бұрыңыз. 2018 жыл мейлі аяқталды ғой енді, міне бір-ақ апта қалды аяқталуына. Ал 2019-да сіз қандай әрекет жасайтын боласыз? Ол ойыңызды тазалап тастап, тап-таза жаңа туылған сәбидей өміріңізді жақсылыққа арнай білетін, жоспарларын орындауға қарым-қабілеті жететін мықты адам есебінде көргіңіз келсе, онда бүгін, дәл қазір 2019-ға арналған жоспарыңыз жазып алыңыз да, қаңтардың 1-нен бастап кірісіңіз. Өйткені 2019 жылы берген есебіңіз тағы да өкінішке толы болып, дұрыс көрсеткішті нәтижені бермей жатса, онда жылыңыз дәл солай жалғасын таба беретін болады. Құрметті менің көрермендерім, жаман ойдан аулақ болып, жақсылықты өзіңізге тартыңыз. Үнемі жақсылықтың барлығына қуана біліңіз. Себебі қуана білмегенге құт қонбас дейді. Ал құт дегеніңіз табыс, береке, жақсылық, қуаныш, оның барлығы отбасыңыздағы шаттық, бүгін сізге келіп жатқан кіріс, және сіз қабылдап жатқан барлық керемет нәтижелеріңіз. Сол үшін қуана білейік, жақсылық ойлайық, жаңа жылдан жақсы нәтиже күтейік достар.